Тарухы мектеп ұжымы, атақты ұстаздар, оқушылар және қадірлі көрермендер, өздеріңізбен қайта келешек ТВ арнасы қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сәуір айында 2-ші аптасында өткен жарқын жаңалықтар легін назарларыңызға ұсынатын мен Амина Нұрланқызы. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Поэзия менімен негізбедің атты мәнерлеп өлең оқу айдарына оқушыларымыздың өнерін ұсынамыз. Ертеде айдарына кішкентай оқушыларымыз қуыршақтар әлемінен сыр шертеді. Өлеңді тыңдай білудің өзі бір өнер, ал оны нақышына келтіре, мағынасын түсіне отырып, оқудан артық өнер жоқ сірә. Көктем, табиғаттың қайта түлеп, тіршіліктің жаңаратын ең бір ғажайып мезгілдерінің бірі. Қыстың қытымыр ызғары сейіліп, жер бетіне жылулық пен шуақ тарай бастайды. Күн нұры молайып, айнала жасыл түске боялып, гүлдер бүршік жарады. Құстардың әсем әні мен самал желдің сыбыры табиғатқа ерекше сән беріп, жанға тыныштық сыйлайды. Әрбір ағаштың бір жаруы, әрбір гүлдің ашылуы өмірдің жалғасын, үміттің қайта оянуын білдіретіндей. Көктемнің осындай көркем көрінісі адам жанына шабыт беріп, жүрекке жылулық ұялатады. Табиғаттың бұл құлпыруы тек көзін жауын алып қана қоймай, адамды ізгілікке, әсемдікке, сезіне білуге жетелейді. Осы әсемдікті сезіне білген оқушыларымыз да көктемнің көркін жүрекпен ұғып, танымал ақындардың өлеңдерін мәнерлеп, ерекше сезіммен жеткізе білді. Поэзия менімен негізбедің айдарында көктем әсем табиғат туралы оқушыларымыз ақындардың өлеңдерін оқып ұсынуда. Бірге тамашалайық. Бүбішхан Тікібаев, көктем, ана шымның күлкісіндей шуақты, көктем келді сылдырлатып буақты, құстар әнсап шағалар шарықтап, бәйшешектер басып кетті қыратты. Ой-хой, көктем, неткен суы көрікті ең, мыңыраған малды көрдім өрістен, жатқан мына кең даланың төсінде, жан жануар тіршілікпен келіскен, күн жылынды мақпал жерге гүлісті, сандуғаштай саяп әнге ілесті, келді көктем ән салып тұр бұлақтар, табиғатпен бөліскендей үлесті, теңіз жатсын буырқанып бұлқынып, жасыл көктем тұршы осай құлпырып, нөсерлетіп жаңбырыңды жауып өт, қалсын менің көңілімде жыр тұнып. Сыбызғы сырлы көктемім, жарылқасын аманұлы. Сыбызғы сырлы көктемім, сылғылдап күліп жеттің бе, селдете құйып кеткенің, сағыныш жасын төктің бе, табиғат түлеп жаңарып, жанарда жалын жанады, бұрымның бақша таранып, бұлбұлың әнге салады. Көбеле қумай қырыңнан, бозторғай үнін тыңдамай, бұйырға түсіп қырынан, жатсым үйде бұлғалай. Даланы жасыл тұрды да, құлаңды қақтан табамай, ағып кеп жерге қондыма. Арқарды қыздан қағалмай, ақын мен қыран талама. Ұштайық қалам қанатты, ерке ғып елмен далаға, сені мен мені жаратты. Ертеде, ешкі жөні бүртеде деп басталатын ертегіні талай естіп оқыған шығарсыздар. Ертегі балалардың қиялын дамытып, олардың рухани әлемін байытатын ерекше өнер. Осы игі дәстүр жалғастыра отырып, мектебімізде ертегі желісі бойынша Қуыршақтар театры да өз жұмысын бастады. Қуыршақтар театры балалар үшін тек көрініс қана емес, ол ертегі кейіпкерлермен бірге қуанып, бірге толығатын әсерлі әлем. Әрбір қойылым арқылы оқушылар ертегінің мазмұнын терең түсініп, кейіпкерлердің іс-әрекетін арқылы жақсылық пен жамандықты ажырата біледі. Олай болса, 4-ші А сынып оқушылары Қуыршақтар театрына барып, мамандардан арнайы дәстүр алып қайтқан екен. Ендеше бірге тамашалайық. Бүгінгі жаңалығымыз өнер мен ертегіге толы ерекше сапар жайында. Мектебіміздің 4-ші сынып оқушылары өнер музейіне барып, теңге қонжықтар қойылымын тамашалады. Қойылым барысында балалар ертегі әлеміне саяхат жасап, сахнадағы әр-қимыл мен кейіпкерлердің мінезін ерекше қызығушылықпен қабылдады. Қонжықтардың қызықты оқиғалары арқылы достың өнері мен татулықтың мән тереңін түсінді. Өнер мен ойын астасқан бұл кездесу жас көрермендердің жүрегінде жылы әсер қалдырды. Іс-шара барысында оқушылар музейдің барлық залдарын аралап, тұрақты және уақытша экспозицияларымен танысты. Экскурсияның басты мақсаты білім алушылардың өнерге, тарих пен мәдени мұраға деген қызығушылығын арттыру, сондай-ақ эстетикалық талғамын қалыптастыру. Осындай тағылымды сапарлар жас буынның рухани дамуының жол ашары сөзсіз. Келесі жаңалықтарда кездескенше.
Құрметті көрермендер, біз сіздерді әрдайым мектебіміздің тыныс-тіршілігімен таныстырып, қызықты жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Ал сіздерден жылы лебізбен қолдау күтеміз. Ал осымен бүгінгі жаңалықтар легі аяқталды. Сіздермен болған Амина Нұрланқызы. Кездескенше аман сау болыңыздар.